Қайырлы күн, аналар. Бүгін сіздермен 1 жастағы баламен қандай ойындар ойнауға болатыны туралы айтатын боламыз. 1 жастағы бала, яғни 1-ші жыл бала өміріндегі маңызды кезең. Осы кезеңде ол көп нәрсені үйренеді. Ата-аналар нормадан ықтимал ауытқуларды дер кезінде анықтау және оларды жою шараларын қабылдау үшін нәрестенің қалай дамып келе жатқанын мұқият бақылау керек. Өмірдің 1-ші жылында нәресте күрт өзгереді. Біздің қызымыз Аделина да күнде бір қылықтарын шығарып өзгеріп келеді. Жалпы 1-ші жыл бала өміріндегі маңызды кезең болып табылады. Осы кезеңде ол көп нәрсені үйрене алады. Ата-аналар баланың нормадан ауытқуларын дер кезінде анықтау және оларды жою шараларын қабылдау үшін нәрестенің қалай дамып жатқанын мұқият бақылау керек. Баланың дамуындағы ерекшеліктерді ата-анаға байқау үшін ол әрине баламен бірге уақыт өткізу, ойнау, оның деңгейінде бірге отырып ойындарды көрсетіп үйрету. Осы орайда сіздерге ағаштан жасалған геометрия ойынын ұсынғым келіп отыр. Әрине бұл ойынды әзірше біз тек дөңгелек формаларды ғана қолдандық. Уақыт өте келе қалған формаларын қосатын боламыз және түстерді үйренеміз. Біздің жалықпай қызығып ойнайтын ойындарымыздың бірі. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Біз өте риза боламыз.